Саламатсыздар ма? Менің каналымның тұрақты оқырмандары мен қонақтары орыс тілі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін ауызекі тілде, орыс тілінде диалог құруға, көмек сұрауға пайдасы тиетін біраз сөйлемдермен танысайық. Мысал үшін, сіз жолға шығып бара жатырсыз, самолеттасыз, поездасыз, немесе автобустасыз, сізге қандай бір көмек керек. Қалай деп бастаймыз, қалай деп сұраймыз, Егерде ол жас жігіт болса, әдетте молодой человек деп айтады, жас қыз болса, оны девушка деп айтамыз. Яғни, молодой человек, будьте добры, достаньте мою сумку. Өте мәдениет түрі. Кез келген көмекті сұрағанда, будьте добры деп айта беруіңізге болады. Будьте добры, передайте там что-то, что-то. Будьте добры, откройте, пожалуйста, дверь. И так далее, и так далее. Сонымен, молодой человек деген енді жас жігіт дейді, бірақ та біз қазақ тілінде оны жас жігіт деп айтпаймыз. Қазақ тілінде біз ағай, бауырым, інім, ананы істей қойшы, мынаны сөйте қойшы, сумкамды әпере қойшы деп айтамыз, Достаньте мою сумку, сумкамды әпере қойшы деген сөз. Мүмкін сіздің сумкаңыз жоғарғы полкада тұруы мүмкін, немесе қиын жерде тұруы мүмкін, соны айтып тұрмыз деген сөз. Келесі, вот, пожалуйста. Егерде сізді біреу сұраса, онда просто бере салмаймыз. Вот, пожалуйста, возьмите, пожалуйста деп береміз, Большое спасибо. Сізге большое спасибо десе, сіз онда не за что дейсіз, не за что, жақсаң ішіне көрсетіп қойдым. Кейбіреулер бұны шатасып не за что дейді, не за что-ның мағынасы мүлде бөлек. Сондықтан да назар аударамыз. Не за что дегеннің жазылуы да бөлек, айтылуы да бөлек, мағынасы да бөлек. Ол никогда деген мағынада, ешқашан деген мағынада. Мысал үшін, ни за что не прощу тебя. Сені ешқашан кешірмеймін деген сөз. Он ни за что и не расскажет об этом. Ол ешқашан бұл туралы оған айтпайды. Ол өлсе де бұл туралы оған айтпайды деген сөз. Ауызекі тілде біз солай айтамыз ғой. Ол өлсе де ол бұл туралы оған айтпайды. Она ни за что не станет ей помогать. Ол ешқашан оған көмектеспейді. Ол өлсе де оған көмектеспейді, Соншама мүмкін ренжіткен шығар. Сонан кейін оған енді ешқашан өлсе де оған көмектеспейді деген мағынада. Сонымен ни за что мен не за что-ны шатастырмаймыз. Не за что деген оқасы жоқ деген сөз. Оқасы жоқ деген сөз. Сізге біреу рахмет айтқанда айтасыз. Келесі, жаңағы таныс емес адамдардан көмек сұрау. Бұның бәрі таныс емес адамдардан көмек сұрау, Жаңағы басында айтып өткенімдей, жас жігіттерге молодой человек деп обращаться етеміз, қыздарға девушка дейміз, женщина деп айтады жаңағы үлкенірек қартаң әйелдерге. Сосын үлкен ер адамдарға мужчина деп айтамыз. Например, мужчина не подскажете, где улица Утепова, допустим. Женщина не подскажете, где областная больница деген сияқты, Әрбір өтінішіміздің басында извините деп айтқанымыз дұрыс болады. Ол тек мәдениет, ол сіздің әлсіздігіңіз емес, ол сіздің мәдениеттілігіңізді білдіреді. Сөйлеу мәдениетіңіздің жоғары екенін білдіреді. Извините, будьте добры, простите, немесе подскажите, пожалуйста. Где улица Чистые пруды дейді, Немесе извините дейміз, немесе будьте добры дейміз, немесе простите дейміз. Ары қарай не сұрағымыз келіп тұр, соны айтамыз. Подскажите, пожалуйста, где улица Чистые пруды? Где автобусная остановка? Где станция метро? Где книжный магазин? Все что угодно. Не сұрағымыз келіп тұр, бәрін сұрай бересіз. Разрешите пройти. Өтіп кетейінші деген сөз, разрешите пройти. Автобуста тұрсыз, келесі аялдама сіздікі. Извините, вы выходите деп сұраймыз. Вы выходите? Вы будете выходить? Сіз шығасыз ба? Екеу бір сұрақ бәрібір. Қосуға болады на следующей остановке, сейчас, через остановку, бір остановкадан кейін деген сөз. Через остановку слайдта жоқ, жалпы осылай айтуға болады деп айтып жатырмын. Яғни сіз біреуге көмектестіңіз, біреу сізге рахмет деді. Сонда сіз
не за что деп жауап беріңізге болады, оқасы жоқ деген сөз. Мне было не трудно деп айтуға болады. Маған соншалықты қиындық келтірген жоқ сізге көмектесу деген сөз. Мне было не трудно. Келесі. Не стоит благодарности. Бұл өте жақсы әдеби тіл. Не стоит благодарности. Рахмет айтуға тұрмайды деген сөз. На здоровье деп айтуға болады иногда. Бірақ оның айтатын жағдайлары бар. Бұл тек тамақ ішкен соң айтылады, немесе моншадан кейін айтылады. На здоровье. Пожалуйста деп айтуға болады. Сізге рахмет деді ма, сіз пожалуйста дей салуыңызға болады. Ең оңай жолы. Келесі. Уақытты қалай сұраймыз? Тағы да. Извините, который час? Который час ең аяғында тұр. Сколько время деп те сұрап жатады, бірақ бұл өте қарапайым, жаңағы ауылдан келген адамдар сұрайтын жолы. Ал жаңағы мәдениетті, сөйлеу мәдениеті жоғары адамдар извините, который час деп сұрайды. Или немесе будьте добры, который час? Немесе простите, подскажите, пожалуйста, который час? Өте супер вежливый түрі, который час? Сағат қанша болды, айтып жіберіңізші деген сөз. Сағатты айтуды, орыс тілінде сағат айту кішкене құйтырқылау, мен әйтеуір өзім әрең жаттағанмын соны, бірақ мен оны сіздерге кейінгі сабақтарда үйретемін. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тәмам. Таныс емес адамдардан жаңағы қоғамдық орындарда көмек сұрауға көмектесетін, пайдасы тиетін фразалар осындай. Әдеттегідей ұнап жатса, лайктарымызды аямаймыз, пікірлерімізді аямаймыз, жазыламыз каналға. Сіздердің жазылғандарыңыз мен үшін өте бір қуанышты жағдай, каналға жазылсаңыз. Сонан кейін осы сөйлемдерді пайдаланып, өзіңіз сөйлем құрап, пікірге жазуыңызға болады. Әдеттегідей мен оны тексеріп қарап, дұрыс немесе бұрыстығын сізге айтып жіберемін. Сонымен келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.